Сүйкімді, сырт көзге әлсіз көрінетін әдемі қыз, кішігірім ауылда үлкен таңғаларлық жаңалық ашатынына ешкім сенбес еді. Бүгін Елена есімді қыздың ойға сыймас шынайы оқиғасын айтып береміз. Сіз де абдырап қаласыз. Қарыз арнасына тіркеліп, осы видеоға лайк басып отырыңыздар. Таңғаларлық қылмысты ашуды бастаймыз. Оқиға Ресейдің Омбы қаласындағы шағын ғана Михайловка ауылында болған. 400-ге жуық тұрғыны бар қарапайым ауыл, ал осы ауылда ешкім қауіп төндіреді деп ойламаған бір қыз кейін екі адамның өліміне қатысты қылмыстық іске басты күдікті атанады. Оның аты Елена Павелейкина. Ол кезде Елена небәрі 21 жаста еді. Көк көзді, сырт көзге сүйкімді, қарапайым студент қызға ұқсайтын. Оған бір қараған адам бұл қыздың бірнеше жылдан кейін аса ауыр қылмыстардың ортасында қалатынын ешқашан ойламас еді. Бірақ Еленаның тарихын түсіну үшін бәрін басынан бастау керек. Елена 1998 жылы Михайловкада дүниеге келген. Әкесі Петр Павелякин фермер болған. Ауылда оны мінезі ауыр, ашуланшақ адам ретінде білетін. Ашуланса боқтап, тіпті қол жұмсап ұруға дейін баратын. Ал анасы керісінше сабырлы әрі жұмсақ әйел болған. Бірақ үйдегі жағдай жылдар бойы өзгермеді. 2012 жылы Елена 14 жаста болған кезде анасы ақыры үйден кетіп қалды. Ол мұны жай ғана ажырасып кету сияқты емес, қашу ретінде жасады. Кей көршілер әйелдің күйеуінен бірнеше рет тығылып жүргенін айтқан. Тіпті Петрдің оны балтамен қуған кездері болған деген әңгімелер де тараған. Әйел кейде көршілеріне барып түнейтін. Бірақ Петр кейін кешірім сұрап, гүл әкеліп, бәрі қайтадан бұрынғы қалпына түсетін. Бұл жағдай жылдар бойы қайталана берген. Соңғы рет болған жанжалдан кейін Еленаның анасы үйден бір жола кетіп қалды. Телефонын ауыстырды, Михайловкаға қайта оралмады. Балаларымен де байланысын үзді. Ал Петр қызын және ұлын өзі тәрбиелеп қалды. Осыдан кейін Еленаның мінезі біртіндеп өзгере бастады. Елена бала кезінен спортпен айналысты. Бокс, волейбол, ауылдағы ауыр жұмыс бәрі оның мінезін де, денесін де шыңдады. Бойы асы ұзын болмағанымен физикалық тұрғыдан мықты еді. Ауылда оның төбелестен қашпайтынын бәрі білетін. Өзінен әлде қайда ірі жігіттермен де төбелесіп, жеңіп кеткен жағдайлар болған. Оны білетін адамдар Еленаны бір сөзбен сипаттайтын: қайсар. Ол өзіне қарсы сөз айтқанды ұнатпайтын, ал ашуланған кезде жұдырығын іске қосуға дайын тұратын. Бірақ Еленаның өміріндегі ең маңызды адам әкесі еді. Анасы кеткеннен кейін Петр оның өміріндегі жалғыз тірекке айналды. Еленаның мінезі әкесіне барған сайын ұқсай түсті. Қаталдық, ашушаңдық, өз дегенін күшпен орындатуға деген сенім. Ал 2019 жылға қарай алкоголь де оның күнделікті өмірінің бір бөлігіне айнала бастады. Жұмыс, ферма, алкоголь, кешкі отырыстар, жанжал, Еленаның ашуы барған сайын жиілей түсті. Және дәл осы кезеңде оның өміріндегі бірінші қылмыс болды. 19 тамыз 2019 жыл Михайловкадағы кезекті жазғы кеш. Павелякиндердің үйінің жанындағы қосымша ғимаратта адамдар жиналды. Жұмысшылар, таныстар бәрі ішіп, сөйлесіп отырған. Елена да сол жерде болды. Олардың арасында 37 жастағы Сергей Викторов деген ер адам бар еді. Сергей фермада бақташы болып жұмыс істейтін. Үйлі баранды екі баласы бар, алкоголь ішетін, эпилепсиямен ауыратын. Бірақ ауылда оны қауіпті адам деп ешкім санамайтын. Керісінше Сергейді тыныш әрі момын адам ретінде білетін. Сол кеште Сергей Еленаның ашуын келтіре бастады. Нақты не себеп болғаны белгісіз, мүмкін бір сөз айтқан шығар, мүмкін әзілдеген шығар, мүмкін Еленаға жай ғана оның отырғаны ұнамаған шығар. Бірақ түнгі сағат 3-4 шамасында жағдай күрт өзгерді. Адамдар тарай бастады, ал Сергей орнынан тұра алмады. Ол қатты мас болған. Елена ашуланды. Кейін берген мойындауында ол Сергейдің кеш бойы жүйкесіне тигенін айтқан. Содан кейін ол оған қол жұмсаған. Елена Сергейді жұдырығымен және аяғымен ұрған. Басынан, денесінен, бетінен. Соққының салдарынан Сергейдің бірнеше қабырғасы сынып, бауыры мен көк бауыры зақымданған. Ол ауыр жарақат алды. Бірақ оқиға мұнымен аяқталған жоқ. Сергей ес-түссіз жатқан кезде Елена оған қорлық сипатындағы сексуалдық зорлық жасаған. Одан кейін жағдайдың қаншалықты сұмдық болғанын көрсететін тағы бір әрекет жасады. Ол Сергейдің жанында суретке түсті. Сол суреттерді ауылдағы чаттарға жіберді. Тіпті маған бағынбайтындардың бәрінің басынан осындай жағдай өтеді деген мағынадағы сөздер жазған.
Халық бұндай бопсалауды естіп абдырап қалғандары да бар. Бірақ біраз уақыттан кейін Сергейдің мүлде қозғалыссыз жатқанын түсінді. Ол қайтыс болған еді. Елена енді іздерді жасыруға тырысты. Сергейдің денесін бақша арбасына салып, үйден шамамен 200 метр жерге апарып тастады. Денесін ағаштың жанына қойды. Сырт көзге қарағанда Сергей сол жерде құлап қалған, немесе ұйықтап қалған сияқты көрінуі керек еді. Ал Елена қайтадан қосымша ғимаратқа оралып, қан іздерін жууға кірісті. Келесі күні таңертең жергілікті әйел жұмысқа бара жатып, ағаштың жанынан Сергейдің денесін тапты. Алғашында бәрі бұл жазатайым оқиға деп ойлады. Өйткені Сергейде эпилепсия бар еді. Ол бұрында ұстамадан кейін құлап жарақат алған. Полиция шақырылды, бірақ мәйітті тексеру бәрін өзгертті. Сергей табиғи себептен немесе жай ғана құлап өлмеген. Оның өліміне көптеген жарақаттан болған ішкі қан кету себеп болған. Ауылда бірден өсек тарай бастады. Еленаның сол түні не істегені туралы адамдар бірдеңе білетін. Әсіресе оның жіберген суреттерінен кейін, бірақ ешкім полицияға бармады. Өйткені адамдар Еленадан ғана емес, оның әкесінен де қорқатын. Сондықтан бәрі үнсіз қалды. Егер осы жерден бәрі тоқтағанда, Сергейдің өлімі ұзақ уақыт бойы толық ашылмай қалуы мүмкін еді. 16 қазан 2019 жыл. Тағы да сол ауыл, тағы да сол қосымша ғимарат, тағы да адамдар ішіп отырған. Бұл жолы олардың арасында 31 жастағы Игорь Козлов болды. Игорь Беларусьтен келген, Омбы облысына ақша табу үшін жұмысқа орналасқан, фермадағы техниканы жөндейтін. Ол тыныш, көп сөйлемейтін адам ретінде сипатталған. Сол кеште әңгіме Еленаның әкесіне қатысты болды. Бұл Елена үшін өте қауіпті тақырып еді. Петр туралы жаман сөз айтуға ешкімнің батылы жетпейтін, бірақ Игорь бір нәрсені абайсызда айтып қалды. Ол әкесі туралы әзілдеді ме, мысқылдады ма нақты белгісіз, бірақ Елена мұны ауыр қабылдады. Оның ашуы бірден көтерілді. Куәгерлердің айтуынша Елена Игорьге кенеттен тап берген. Оны бірнеше минут бойы ұрған, жұдырығымен де, аяғымен де. Тіпті орындықпен де соққан. Ең қорқыныштысы, бұл жолы мұның бәрін басқа адамдар көріп тұрды. Олар Еленаны тоқтатуға тырысқан, бірақ ешкім оны физикалық түрде ұстай алмады. Өйткені олар Еленадан қорқатын. Ақыры Игорь еденде ес-түссіз жатты. Ол әлі тірі еді, бірақ ешкім жедел жәрдем шақырмады. Адамдардың бәрі мас болатын. Олар Игорь біраз уақыттан кейін есін жинайды деп ойлаған. Сөйтіп бәрі тарап кетті. Игорь сол жерде жалғыз қалды. Келесі күні ол есін жимақтан қайтыс болды. Өлім себебі бас ми жарақаты және тұншығу. 2019 жылдың 17 қазанында күндізгі сағат 2-лер шамасында Елена өз үйінің жанында ұсталды. Ол қарсылық көрсетпеді, сабырлы болды. Тіпті болып жатқан жағдайға немқұрайлы қарап тұрғандай көрінді. Ол алғашқы жауап алу шамамен 5 сағатқа созылды. Сол жауап алу кезінде Елена 2 эпизод бойында мойындау көрсетпелерін берді. Ол Сергеймен болған оқиғаны да, Игорьге шабуыл жасағанын да айтып берді. Бірақ көп ұзамай оның позициясы өзгерді. Еленаның әкесі Петр қыздың қорғау үшін адвокаттар жалдады. Адвокаттар СИЗОда Еленамен сөйлескеннен кейін оның ұстанымы өзгерді. Елена бұрынғы мойындауларынан бас тартты. Енді ол мен ешкімді өлтірген жоқпын деді. Оқиғаның бәрі басқаша болғанын айтты. Тіпті өз әрекетін өзін-өзі қорғау ретінде түсіндіруге тырысты. Бірақ тергеушілердің қолында басқа дәлелдер бар еді. Игорьдің денесінен Еленаға қатысты биологиялық іздер табылды. Қылмыс болған жерде қан іздері анықталды. Оқиға болған ғимаратта бұрынғы қан іздерінің де болғаны анықталды. Сергейдің денесін тасымалдаған арба да Павелякиндердің үйінің жанында тұрған. Ал ең маңызды дәлелдердің бірі куәгерлердің сөздері еді. Бірнеше ай бойы үнсіз қалған адамдар енді ашық сөйлей бастады. Тергеу үшін бұл жеткілікті болды. Еленаны психологиялық және психиатриялық сараптамадан өткізді. Нәтижесінде ол есі дұрыс, яғни өз әрекетіне жауап бере алатын адам деп танылды. Оның психикалық ауруы анықталмады. Қылмыс кезінде алкоголь ішкені белгілі болғанымен, бұл оның жауапкершіліктен босатылуына негіз болған жоқ. Осылайша тергеу нұсқасы бойынша негізгі себептер алкоголь, ашушаң мінез және бақылаусыз ашу болды. Тергеу аяқталғаннан кейін іс сотқа жіберілді, бірақ бұл жерде тағы бір қызық жайт болды. Алғашында Елена істі алқа билер сотында қарауды қалаған. Мүмкін ол өзінің сыртқы келбетіне де сенген шығар. Өйткені сот залында отырған адамдардың алдында ол әлі де жас әрі сүйкімді қыз болып көрінді.
Оны көрген адам бірден 2 ер адамды ауыр жарақаттап, олардың өліміне себеп болғанын елестете қоймас еді. Еленаға ауыр дене жарақатын қасақана келтіріп, соның салдарынан адамның өліміне әкелу және сексуалдық сипаттағы зорлық әрекеттеріне қатысты айыптар тағылды. 2020 жылдың 7 тамызында Саргат аудандық соты үкім шығарды. Елена Павелейкина 13 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жалпы режимдегі әйелдер колониясына жіберілді. Әкесі мен адвокаттары үкімге шағымдануға тырысты, бірақ апелляция қанағаттандырылмады. Кейінгі мәліметтер бойынша Елена Тюмендегі номері 2 түзету колониясында жазасын өтеп жатқан. Колонияда жұмыс істейтіні және кейде ағасымен хат алмасатыны айтылған. Ал оның анасы сотқа да кейінде келген жоқ. Заң бойынша Елена белгілі бір мерзімді өтегеннен кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуға өтініш бере алады. Бірақ ауыр қылмыс бойынша ол жазасының кем дегенде 3-тен 2-сін өтеуі керек. Сондықтан мұндай мүмкіндік ең ерте 2019 жылдың тамызында пайда болады. Бұл оқиғада ең қорқынышты нәрсе Еленаның бір күнде өзгеріп кетпегені. Елена Павелякинаның оқиғасы. Осы типтес видеолар ұнаса арнаға тіркеліп, осы видеоға тегін лайктарыңызды басуды ұмытпаңыздар. Бәріңізді Аллам жаманшылықтан қорғасын. Көріскенше.